Достар, қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында өте дәмді люля кебаб шашлыктарын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Люля кебабтарымыз дәмді болу үшін орташа майлы фарш аламыз. Тұз саламыз, паприка және де қара бұрыш саламыз. 2 дана пияз және де 1 пучок кинзаны майда етіп турап фаршымызға саламыз. Шашлыктың дәмі жақсы шығу үшін біз осындай жидкий дым қосамыз. Кез келген супермаркетте сатады. Яғни шашлыкке түтіннің дәмін береді. Жақсылап 5 минуттай барлығын араластырамыз. Енді бізге қойдың осындай іш майы қажет, яғни жировая сетка дейді бұны. Осындай бөліктерге бөліп, фаршымызды салып, люля кебаптарымызды яғни ораймыз. Орап болғаннан кейін бізге ағаш таяқшалар қажет, яғни шпажкалар керек. Духовкада күйіп кетпес үшін ағаш шпажкаларды алдын ала 20 минуттай салқын суға салып қою керек. Мінекей барлығын осылай етіп жасап шығамыз. Мінекей барлығын орап дайындап алдық. Енді ағаш шпажкаларға саламыз. Люля кебаптарымызды пісіру үшін осы духовкадағы темір сетканың үстіне салып пісіреміз. Астына міндетті түрде противень қоямыз. Енді мен қалған бөлігін осылай жасап шықтым. Қойдың іш майына орамай осылай да жасауға болады. Өте дәмді болады. 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің люля кебаптарымыз дайын болды. Өте дәмді болады. Рецепт бойынша жасап көруге кеңес етемін. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.